Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ұжымдық композиция жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар: кермек саз, түрлі түсті қағаз, қарындаш, желім, қайшы. Бүгін біз хайуанаттар бағының композициясын жасайтын болғандықтан ең алдымен керік жануарынан бастаймыз. Керік жануарының мүсінін ең алдымен басынан бастаймыз. Ермек саздың кішкене ғана бөлігін алып, оны жақсылап дөңгелектейміз. Осы бөлікті сопақша пішінге келтіреміз. Яғни бұл керіктің басы болады. Одан кейінгі алдыңғы және артқы құлағын жасаймыз. Яғни сол бөліктен шығыңқы етіп алға қарай сәл созамыз. Ары қарай керіктің басқа да бөліктерін жеке-жеке жасап аламыз. Жеке бөліктер жасалғаннан кейін төс жұқағышпен, яғни оның кішкентай ғана бөлігімен керіктің денесі мен басын біріктіреміз. Аяғын ұқтыру үшін сым өткізуге де болады. Басын мойнына төс жұқағышпен бекіткен дұрыс. Ең алдымен алдыңғы аяқтарын, содан соң артқы аяқтарын бекітеміз. Керігіміздің денесі дайын болғандықтан, оның көзін, құлағын, құйрығын қосып жасаймыз. Сонымен қатар денесін дақтар жабыстырамыз. Ол үшін бізге қара, ақ және қоңыр түсті ермек саз керек. Кішкене ғана бөлшегін алып, оны керіктің денесіне жабыстырамыз. Дақтарды жабыстырып болғаннан кейін біздің керігімізді дайын. Келесі біз жолбарыстың мүсінін жасауға кірісеміз. Дәл керіктің мүсіні секілді, оның да денесін әрбір бөлігін жеке-жеке жасап аламыз. Ең алдымен басынан бастаймыз. Қызыл түсті ермек саздың жарты бөлігін аламыз және оны жақсылап дөңгелектейміз. Сонымен қатар қара түсті ермек саздан оның құлақтарын жасаймыз. Жеке бөліктерін, яғни басын, екі құлағын, 4 аяғын, құйрығын мүсіндейміз. Жасаған бөліктерді біріктіріліп, түрлі түсті жолақтармен мұртын жасау үшін сызықша тәрізді жолақтарында жабыстырамыз. Біздің композициямызда сонымен қатар тауыс және піл жануарының мүсіні бар. Композициямыз дайын. Композициямызды қағаздан жасалған элементтермен безендіреміз.